Бейжіңде өткен қысқы олимпиадада тағы қандай есте қаларлық дүниелер болды екен? Әріптесіміз Ердана шолу жасайды. Ердана, қайырлы таң. Қайырлы таң, рахмет студия. 4 жылдықтың басты бәсекесі осымен өз мәресіне жетті. 91 елден 2871 атлет бақ сынады. Соның ішінде Сауд Арабиясы мен Гаити тұңғыш рет қысқы олимпиадаға қатысып отыр. 91 ел дегенмен де оның тек 29-ы ғана медальға ие бола алды. Соның бірінші орнында 16 алтын, 8 күміс, 13 қоламен Норвегия иеленді. Екінші орында Германия 12 алтын. Олимпиада қожайындары Қытай Халық Республикасы 9 алтынмен 3-ші орында. ақш пен Швеция 8 алтынмен 4-ші, 5-ші орындарға жайғасты. Айырмашылығы күміс және қола медальдардың санында. Норвегия осымен екінші мәрте Пьончан олимпиадасынан кейін жүлделік біріншілікті иеленіп отыр. Ал Қытай қысқы олимпиада ойындарында алғаш рет 9 бірдей алтынды еншіледі. Ал жақын көршілерге көшсек, допинг дауынан кейін Ресей олимпиада комитеті деп аталатын солтүстік көршіміз 6 алтын, 12 күміс, 14 қоламен 9-ші орынға табан тіреді. Әр олимпиададан медальмен қайтуды көздейтін Беларусь 2 күміспен 24-ші орында. Ал 25-ші орынды жалғыз қола медальмен Украина місе тұтты. 2022 жылғы ойындары Қазақстан құрамасы үшін 2002-2006 жылғы қысқы олимпиадалардан кейінгі 3-ші жүлдесіз медаль болып есте қалды. Одан бөлек тағы да басқа қызықтар болды. Мысалға, осы олимпиаданың ең бір есте қаларлық спортшысы болып аустриялық шаңғышы Йоханнес Штрольстель келді. Ол ең қызығы полиция қызметінен сұранып осы олимпиадаға арнайы келген. 2014 жылдан бері көше сақшысы қызмет ететін ол осы жарыста 2 алтын, 1 күміс алып, олимпиаданың нағыз абыройын асырып, айдаспаннан бірақ шығарды. Өйткені осыған дейін 1988 жылы оның әкесі Хюбер Строльсте дәл осындай 1 алтын, 1 күміспен керемет нәтижені жасаған еді. Әке көрген оқ жынар деген осы. Ал ресейлік хоккейшілерді көргендер маска тағар. Канада мен Ресей арасындағы хоккей жарысында, қыздардың жарысында, яғни осы жерде екі ортап дулыға тағумен қатар масканы да қатар тағып алды. Себебі ресейлік спортшылардың теріс ПТР нәтижелері кешігіп келген. Ал абырой болғанда 3-ші раундта теріс нәтижелер келіп, спортшыларға белгілі болған соң Ресей спортшылары маскаларын шешіп тастады. Ал канадалықтар қауіптеніп, сақтанып, маскасын ары қарай тағып ойнай берді. Келесі жолы финляндиялық спортшылар да дәл осылай маска тағып, пандемия қарсаңында өтіп жатқан олимпиада екенін тағы бір рет еске салды. Ал ешқандай бүркенбей, маска тақпай, Америкада америкалықпен, Қытайда Қытаймын деп жүрген сноубордшы Эйлингу 3 бірдей медаль алды. Соның ішінде 2 алтын, Американың емес Қытайдың қызыл туын желбіретті. Сан-Францисконың тумасы екі жақтан да даттап және мақтап жатқандарда көп болды. Өйткені бұл спортшы Америкада туғанмен де Қытайдың атынан бақ сынады, әрі одан кейін көптеген қызықты нәтижелерге тап болды. Соның ішінде бір тарап оны Fox News сияқты басылымдар бақ өкілдері опасыз деп сипаттаса, Қытай тарапында қаржылық бағалы өте көп жарнамалық сұраныстар келіп түсіп жатты. Екі тарап оның нақты қандай мақсатты көздейтін әзірге білмейді. Мысалға Global Times атты қытайлық таблоид оны әлі мақтай берудің қажеті жоқ, өйткені оның болашағы қай елмен байланыстары белгісіз деді. Себебі расымен де Эйлингудың дәл қазір қандай елдің азаматтығын ұсынатыны белгісіз. Одан кейінгі тағы бір ерекше жағдай, сондай бір геополитикалық шыңырауға түскен тура сайыс үстінде допинг дауына іліккен Камила Валиева болды. 15 жасар Қазан қаласының тумасы дәл осы жарыс үстінде төрттік Сальхов қимылын жасаған тұңғыш әйел ретінде қысқаша бағдарламада үздік атанып алтын алса да, дәл осы кезде допинг дауына ілігіп, атына абыройына дақ түсті. Нақты не болғаны белгісіз, дегенмен де оның қан құрамасында желтоқсан айындағы сынамалардың бірінде триметазидин сынамасы препарат табылған болатын. Бұл препарат көбінесе кеуде ауруларын емдеуге қолданылады екен, бірақ нақты қандай спорттық әлеуетті арттыратыны толық дәлелденбеген. Дегенмен де екінші бөлімде еркін сырғанауда Камила Валиева бірнеше рет құлап, нәтижесі нашар болып 4-ші орында ғана иеленді. Ал енді көңілдірек дүниелерге көшсек, осы жарыста біраз спортшы өзінің лақап аттарымен де танымал болды. Алғашқысы Эйлингу, оған қытайлық әлеуметтік желі қолданушылары қархан шаймы деп айдар тақты. Ал кореялық сноубордшы Ли Санхо орамжапырақ немесе асқабақ өсіретін өңірден болған соң орамжапырақ бола таныпты. Италияның сар жебесі Ариана Фонтана шорт-тректен 1 алтын, қос күмісті қанжығаласа, жерлесі жолбарыс Фредерика Бриньон тау шаңғы спортынан 1 күміс, 1 қоланы еншіледі.
Британиялық зымыран Дейв Райдинг те тау шаңғысынан бақ сынады. Ал ресейлік Эдуард Латыпов қамышұлының буйволы болып 3 қоланы қалтасына басты. Ал Айдаһар жолында дүниеге келген бала Айдаһар Хлоя Ким сноуборд жарысында чемпион болды. Ең қызығы норвегиялық чипсы королі Халгейр Энгер Братынды. Конькимен сырғанаудан ол 1 алтын 1 қол алды. Конькиден бөлек ол өзінің махаббатын картофель чипсыларына арнайтынында бірнеше сұхбаттарында айқын айтты тастаған еді. Енді осыған қарап біздің спортшыларымызда алдағы олимпиадаларда лақап ойластыра жүргені дұрыс бекен деп ойлайды екенсің. Егер спортшы болсаңдар, Салтанат Бексұлтан, сендер қандай лақап таңдап алар едіңдер? Сөз кезегі өздеріңде. Рахмет Ердана. Білмеймін. Ешқашан ойланып көрмеппін. Барыс деген сияқты ма? Сондай сияқты ма?